Египет ежелгі кереметтер мен таңғажайып ландшафттар елі, сонымен қатар табиғаттың қатал күшіне алып құмды дауылдарға тап болады. Көбінесе Хамсин жел маусымымен байланысты бұл дауылдар айналмалы құм мен қуатты желдің керемет көрінісі болып табылады. Араб тілінен аударғанда елу дегенді білдіретін Хамсин Наурыз бен Мамыр айлары арасындағы шамамен 50 күндік кезеңді білдіреді. Бұл кезде Сахара шөлінен құрғақ ыстық желдер соғады. Осы уақыт ішінде аспан бұлтты сары түске боялып, көріну айтарлықтай төмендейді. Ежелгі мысырлықтар Хамсиннің күшін мойындаған, ал бүгінде бұл дауылдар күнделікті өмірден бастап саяхат жоспарларына дейін Египеттегі өмірге әсер етуін жалғастыруда. Құмды дауылдардың табиғатын түсіну және олар пайда болған кезде сақтық шараларын қолдану жергілікті тұрғындар үшін де, қонақтар үшін де өте маңызды. Құмды дауыл тәжірибесі тәжірибелі саяхатшылар үшін де мазасыздық тудыруы мүмкін. Ауа шаңға толып тыныс алуды қиындатады. Жел ұлып, құм мен қоқысты көтеріп кинодағыдай көрініс жасайды. Дегенмен, аздап дайындықпен хабардар болу арқылы бұл дауылдардың әсерін азайтуға болады. Бұл сізге Египеттің кереметтерін қауіпсіз және жайлы сезінуге мүмкіндік береді. Шаңды дауылдар деп те аталатын құмды дауылдар әлемнің құрғақ және шөлді аймақтарында кездесетін табиғи құбылыстар болып табылады. Оларға құрғақ топырақтан атмосфераға көп мөлшерде құм мен шаңды көтеретін қатты жел тән. Бұл бөлшектер мыңдаған шақырымға тасымалданып, пайда болған жерінен әлдеқайда алыс аймақтарға әсер етуі мүмкін. Құмды дауылдардың пайда болуы үшін әдетте 3 негізгі ингредиент қажет. Қатты жел, құрғақ топырақ жағдайлары және өсімдік жамылғысының болмауы. Египетте бұл жағдайлар көктем айларында түйісіп, Хамсин желдерінің үлкен құмды дауылдарды қоздыруына тамаша жағдай жасайды. Жел шөл ландшафты бойымен соққан кезде ол бос құм мен шаң бөлшектерін жинайды. Бұл бөлшектер бір-бірімен соқтығысып, статикалық электр қуатын жасайды. Бұл электр заряды желдің шаңды көтеру қабілетін одан әрі арттырады. Бұл одан да үлкен және күшті шаңды дауылдарға әкеледі. Шаң бөлшектерінің мөлшері әртүрлі болуы мүмкін. Ең кішкен бөлшектері ауада бірнеше күн немесе тіпті апта бойы қалады. Араб тілінен аударғанда 50 дегенді білдіретін Хамсин маусымы Наурыз бен Мамыр айлары арасындағы шамамен 50 күндік кезең болып табылады. Бұл кезде Египет арқылы оңтүстіктен ыстық, құрғақ желдер соғады. Бұл желдер жердегі ең құрғақ және ең ыстық жерлердің бірі Сахара шөлінен пайда болады. Хамсин желдері шөлді кесіп өткенде, олар Египетке танымал үлкен құмды дауылдар үшін жағдай жасай отырып, орасан зор құм мен шаңды жинайды. Құмды дауылдар жылдың кез келген уақытында болуы мүмкін болса да, олар Хамсин маусымында жиі және қарқынды болады. Хамсин желдері үздіксіз құбылыс емес, керісінше бірнеше күнге созылатын екпінді түрде пайда болады. Бұл екпіндер көбінесе температураның кенеттен төмендеуі және ылғалдылықтың жоғарылауымен байланысты болады. Шаң бөлшектері ауаны толтырған кезде аспан сарғыш немесе қызғылт реңкке ие болады. Хамсин жыл оқиғасы кезінде температура Құмды дауылдар Египеттегі күнделікті өмірге айтарлықтай кедергі келтіруге қабілетті табиғаттың қуатты күші. Көріну бірнеше метрге дейін төмендеуі мүмкін. Бұл саяхатты өте қауіпті етеді. Рейстер жиі кешіктіріледі немесе тоқтатылады және жолдардың жабылуы жиі кездеседі. Күшті желдер сонымен қатар инфрақұрылымды бұзып, электр желілерін үзіп, ағаштарды тамырымен қопарып тастауы мүмкін. Төтенше жағдайларда құмды дауылдар тұтас елді мекендерді құмға көміп, Бесінші бөлім денсаулыққа қауіп тәуекелдер мен сақтық шаралары. Құмды дауылдар
Әсіресе тыныс алу проблемалары бар адамдар үшін денсаулыққа айтарлықтай қауіп төндіреді. Усақ шаң бөлшектері көзді, мұрынды және тамақты тітіркендіріп, жөтелге, түшкіруге және тыныс алудың қиындауына әкелуі мүмкін. Шаңға ұзақ уақыт әсер ету, астма және басқа тыныс алу жолдарының ауруларын күшейтеді. Тыныс алу проблемаларынан басқа, құмды дауылдар терінің тітіркенуіне, көз инфекцияларына және ас қорыту проблемаларына әкелуі мүмкін. Денсаулығында бұрыннан бар проблемалары бар адамдар, қарттар және жас балалар құмды дауылдардың әсеріне ерекше ұшырайды. Құмды дауыл кезінде денсаулығыңызды қорғау үшін сақтық шараларын қабылдау өте маңызды. Мүмкіндігінше үйде болыңыз және терезелер мен есіктерді жабық ұстаңыз. Егер сізге сыртқа шығу керек болса, шаң бөлшектерін сүзу үшін бетперде киіңіз. Көзіңізді көзілдірікпен немесе күннен қорғайтын көзілдірікпен қорғаңыз. Сусыздануды болдырмау үшін көп сұйықтық ішіңіз. Егер сізде қандайда бір ауыр симптомдар пайда болса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз. 6 бөлім – паламдық проблема, шекаралардан тыс құмды дауылдар. Құмды дауылдар тек жергілікті құбылыс емес. Атмосфераға көтерілген шаң мен құм бөлшектері пайда болған жерінен әлдеқайда алыс аймақтарға әсер ете отырып, алыс қашықтыққа таралуы мүмкін. Мысалы, Сахара шөлінен шыққан шаңның Еуропаға, Америкаға және тіпті Арктикаға жеткені белгілі. Бұл құрлықаралық шаң бұлттары кең ауқымда әсер етуі мүмкін. Олар ауа сапасына әсер етуі, көрінуді төмендетуі және тіпті ауа райы үлгілеріне әсер етуі мүмкін. Шаң сонымен қатар, алыс экожүйелерді ұрықтандыратын қоректік заттарды тасымалдай алады. Бірақ ол сонымен қатар зиянды ластаушы заттар мен патогендерді тасымалдай алады. Құмды дауылдардың жаһандық әсерін мойындай отырып, Біріккен ұлттар ұйымы 12 шілдені құмды және шаңды дауылдармен күресудің халықаралық күні деп жариялады. Бұл күн мәселеге қатысты хабардарлықты арттыруға және